Қазақ үшін жобамызда бүгін біз жылдамдық қасиеті менен жайбасарлық туралы әңгіме ететін боламыз. Өмірде тасбақа 150 жыл өмір сүреді. Бірақ жай қозғалады. Қоян жылдам қозғалады. Бірақ 3-4 жыл өмір сүруі ғылымда дәлелденген. Ал енді тасбақа осы дәулеттіліктің символы бола тұрып, өзіндік хикметі бар. Мысалға, мынау жайбасар, тугадум, майсалпақ адамдар болады өмірде. Бұлар жаңағы өзіне келіп тұрған көптеген мүмкіндіктерден ажырап қалады. Ал енді мынау қазақта айтады, ақылман қазақ айтады, ат үріккенше ақыл тапты дейді. Мысалға, мынау 2023 жылдағы ақпан айында болған Түрк еліндегі зілзалаға қаншама ел көмек беруде, қаншама ел әлі артын бағып ойланып отыр. Біздің қазақ елі әр ауылға дейін өзінің көмегін беріп қойды. Жылдамдық бұл қасиет болып табылады. Мысалға, спорт саласында бокс болсын, карате болсын, мынау үлкен теннис болатын болсын, спорттың көп түрінде жарысқан кезде сол спорт саласындағы ең жылдам адамдар чемпион болады. Шахматта терең ойланған адам, жылдам ойланған, ұзақ мерзімді ойланған адам чемпион болады. Есепте де тура осы сияқты. Ал енді біз 21 ғасырдағы табысты адам қандай болады, қандай болуы керек деген сұрақтарға жауап іздеп көрейік. Мысалға, зіл менен қазіргі осы сарыарқаны, қазақ елін жорытып жүрген ақбөкендер қатар өмір сүрген. Бірақ сіздер білесіздер, мамонттар, зілдер жойылып кеткен. Ақбөкендер бар. Бұның сыры зілдердің өзіне сеніп, жайбасарлықпен жүргендігінен ол өмір сүруге қабілетсіз болып жойылды. Ал ақбөкендер мінекей әлі күнге дейін қазақ жерінде тіршілігін жүргізуде. Ақбөкенді сақтап қалған оның жылдамдық қасиеттері. Оның заман өзгермелі заманға бейімделгіш болып өмір сүруінен тіршілігін жалғастыруда. Бұдан қандай хикмет бар? Хикмет болашақ қызметте өзгермелі заманда тез өзгеретін, өзгеріп істерге дайын болатын, кәсіби дағдылар мен машықтарды жылдам игеретін азаматтар табысты болады. Ал қызметте өзінің қызметіне салғырт қарайтын, және де өзінің қызметіне бейжай қарайтын жайбасар майсалпақтар жұмысынан ажырап аш қалады. Оңтүстік Корея елінде мынандай бір хикметті ғибратты оқиға болған, бауырлар. Корея елінде кедей Корея елі ашыққан, дамымай қалған, артта қалған ел бір күні халқы жиналып ақылдасады, кеңес құрады. Сонда бір ғұлама сұрақ қояды. Корея артық па, қороз артық па деп. Сонда корейстің біреусі жауап беріпті. Әрине, корейс артық деп. Сонда жаңағы ғұлама айтқан екен. Корейс артық болатын болса, қораздан, тауықтан ерте тұрып, еңбек етуіміз керек дейді. Бұны қазақтың ерте тұрған әйелдің бірісі артық, ерте тұрған еркектің ырысы артық дейді. Қазақтың киіз үйіндегі түндіктерді ол әйелдер ашатын болған. Әрине,
біз табысты болғысы келетін әрбір адам ерте тұру керек. Бір ауыздан жұмылып дағдарысты жеңіп шығамыз деген Корей халқы жастары Германияның екінші дүниежүзілік соғыстан қираған және де көптеген лас жұмыстарына Корей жастары аттанады. Корей жастары сояқта жүріп түрлі лас жұмыстарды атқарады. Есесіне Германия Оңтүстік Кореяға инвестиция құйып, Оңтүстік Корея инвестициялар арқылы экономикасын өсірген етін. Мінекей, бүгінгі күнде Оңтүстік Кореядағы халықтың еңбекшілдігінің арқасында бүгінгі таңда сапалы өмір сүруде. Оны біз көріп жүрміз. Асықпай ойлану керек. Және де ақылды, білгір, кәсіби адамдарменен қандай да бір іс бастарда ақылдасқан жөн. Ақылдасу, кеңесу аса маңызды. Дэниел Канеман өзінің тұжырымдамасында асықпай ойлан, шұғыл шеш, жедел әрекет ет деген тұжырымы бүгінгі күнде өз құндылығын жойған жоқ. Маңыздысы жылдамдық қасиет. Қай кезде асығу керек екенін, қай кезде жылдам жасау керек екенін білуде, қай кезде сабырлық сақтап, асықпау керек екенін білу, бұл ақылдылардың ісі. Жылдамдық қасиет. Мен сіздерге шағын уақытта бір шама мәліметтер бердім. Ойланып, шешім қабылдау, бағалап таңдау жасау өзіңізде.